Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгін сіздер өздеріңізге қызықты әрі пайдалы болатын логикалық сұрақтарды шешетін боласыздар. Видеомызды бастамай тұрып, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастайық. Нөмір бірінші логикаға арналған сұрақ. Алдарыңызда көрсетілген төрт бірдей сіріңкенің шырпысының тек қана біреуін ғана қозғап, төртбұрыш яғни квадрат жасауыңыз керек. Ендеше осы шырпылардың қайсысын қайда қозғасақ квадрат пайда болады. Бұл сұрақтың жауабы сіз ойлағаннан қарағанда оңай. Кез келген шырпылардың біреуін алып, осылай қозғалтсаңыз, сіріңкенің шырпыларының ортасында осындай квадрат пішім пайда болады. Тағы да ізгесушілерге арналған тапсырма. Мистер Дио өзінің үйіне келген кезде өзінің әйелінің жоқ екенін байқайды. Және де ол әйелінің жоғалып кетті деп ойлап, полиция шақырады. Оқиға орнына келген инспектор Джоторо мистер Дионың өзін тергеуге алады. Мистер Дио болса өзінің әйелін соңғы рет таңғы ас ішіп отырған кезінде ғана көргенін айтады. Ал ол қайтып келген кезде таңғы тек қана қалдықтары қалған, ал ас үйде әйелінің болмағанын айтады. Оқиға орнын тағы бір рет мұқият қарап көрген инспектор Джоторо мистер Дионың өзін тұтқынға алады. Сұрақ: не үшін деп ойлайсыздар? Егерде мұқият болған болсаңыздар, үстелдің үстіндегі таңғы астың қалдықтарының арасында кофе тұрғанын байқайсыз, және де сол кофеден бу шығып тұр, демек ол кофе ыстық әлі де. Ал таңғы асқа қайнатылған кофе болған болса, ол кешке дейін суып қалу керек болған. Демек мистер Дио өзінің берген жауабында өтірік айтып тұр. Оның бұл қылмысқа қандай да бір қатысы бар. Ал енді мұқияттылыққа арналған тапсырма. Мына суреттерге мұқият қарап, артық эмоджиді тап. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, біздің арнаны қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бәрі бар арнасы. Бәрі бар да бәрі бар.